Баршаңызға сәлем. Бүгін түскі асқа не істесем екен деп осы тамақ ойыма түсіп кетті. Бұл тамақ өзі бір өте дәмді, балалар да барлық сүйіп жейтін тамақ, және демде пісіп қалады. Және осыған кететін азық-түлігіміз де өте қымбат емес. Ал енді тамағымызға кірсек, майымызды құйып, тауықтың сирақтарын жақсылап қуырамыз. Мен өзімнің жасап қойған майымды қолданам. Бұл май менде жылқының іш майынан жасалған. Жылқының іш майын ертем. Ол туралы менің де видеом бар, соны көрсеңіздер болады. Міне жақсылап қуырып болғасын, пиязымызды саламыз. Пиязды бір 3-4 бас пиязда турадым. Жақсылап қуырамыз онда. Бұны қуырып жатып, картопымызды арши береміз. Жақсылап қуырылып болып қалды. Енді тұзымызды саламыз. Дәміне қарай, бұл тұздалмаған сирақ болғасын мен көбірек тұздадым. Және керекті дәмдеуіштерді саламыз. Картопымызды салдық және қуыра береміз. Кішкене қуырып, майдалап тураған капустаны саламыз. Бір жарты капуста салдым. Тағы кішкене қуырып жібереміз. Мінекей, енді біраз қуырғаннан кейін кішкене бетін жауып бұқтырамыз. Достар, сіздер менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымды көптеген адамдар тіркелмей көреді екен. Сіздер тіркелсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Осы тамақтарыңыз сұлулау болсын десеңіздер, кішкене осылай су құйып жібересіздерді, бетін жауып, астын басып бұқтырамыз. Ал енді осы тағамды қосып жейтін салатымыз дайын. Бұл капуста салатты мен осыдан 1 ай бұрын бөшкеге жапқанмын. Капустаны осылай тұздап салғам негізі. Бұл туралы да видеом бар. Оны да көріп, өздеріңіз үйде жасасаңыздар болады. Өте қытырлақ боп, дәмі бір керемет болған. Мінекей, асымыз да пісті. Ал енді ыдысымызға салып, түскі асқа дайындайық. Мінекей, тамағымыз дайын, ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.